Qadrmenli ағайындар, мынау шай бар ғой, шайларды қоя беріңіздер. Qadrmenli ағайындар, мынау үлкені сені сыйласаң, кіші сені сыйлайды, кіші сені сыйласа, кіші сені сыйлайды дейді халқымыз. Ендеше үлкеніміз ақсақал болып, абыз болып, жастарымыз ол кісілерге серік болып, осы сіздердің үлкен салып кеткен сара жолдарыңызбен келе жатқан бүкіл жастардың мынау бүгінгі еңбегі аяқтарынан тік тұрып, атамыздың аруағына, рухына деп осындай үлкен жаңағы осы ас беру рәсімінде жүгіріп жүр мінекей бала шағалардың барлығы, оларға Алла разы болсын. Енді бүгінгі мына үлкен дастарханға төрде отырған үлкен атамыз бір бата беріп жерсін, содан кейін осы жерде молдамыз бар ғой. Аға бар ғой. Дастарханға жиналған көпшілік, дастарханымыз бай болсын, көңіл күйіміз жай болсын, асымызға Құдай алалдық берсін, басымызға амандық берсін, нәзіріміз қабыл болсын, ұрпақтарымыз аман болсын. Осындай жолға, осындай заңға ұрпақтарымыз бастай берсін. Бисмилла, Аллаху акбар. Асхабул джаннати хумул фаизун. Лау анзална хазал Qur'an ala jabalin lарأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين әлемнің Раббысы, мейірімдердің мейірімдісі, рахматтардың рахматысы болған, қиямет күнінің иесі болған Аллаху Субханаху Тағала бір өзіне сансыз шүкірлер, мақтаулар, мадақтар болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммедке Алла Тағаланың еңлігі мен сәлемі болсын. Жаратушы Алла Тағала пенделікпен біліп те білмей де көрді дөкім естіген күнәларымызды өзіңнің ғафур рахим сипатымен кешіре көр. Жаратушы Алла біздердің дүниеге келуімізге себепкер болған ата-аналарымыз бар. Ол кісілерді де Алла Тағала біздерді кішкентай кезімізде қандай мейірімге бөлесе, сен де олар сондай мейірімге, рахметіңе бөлей көр. Жаратушы Алла Тағала ұрпақтарымызды иманды, салиқалы құлдардың қатарында болуды нәсіп қыла көр. Елімізге, жұртымызға амандық, есендік бере көр, тыныштық бере көр. Сол тыныштықтың, сол нығметтің қадірін білетін Алла Тағала түсінетін құлдарының санын көбейте көр. Ата баба, әке шеше, ағайын туыстарын күн шәртіне бағыштар. Және де Алла Тағала осы Құран оқығанына себепкер болған Алланың құлдары пайғамбар алейхиссалам үмметтері болған күзен ұлы Бәке атамыз рухына, Бәке баласы Байбатша атамыз рухына,
Бәйге баласы Мұрат атамыздың рухына, бәйге баласы Раза атамыздың рухына, бәйге баласы Молдаш атамыздың рухына, бәйге баласы Молдасан атамыздың рухына, және осы аталардан тараған дүниеден қайтыс болған ата бабаларының әке шеше аға туыс жекжат жұраттарының құшақтарына арнайы бағыштадық. Ол кісілердің жатқан жері жайлы топырағын торқа қара көрін жарық қылып, өз мейіріңе рахметіне бөлей көр. Жер бетінде білікте білмейде көрді көмес деген күнәсі болса кешіре көр. Қабірлерін жәннаттың бір бақшасынан бір бақша болуы нәсіп қыл. Тозақ шұңқырынан болдан өзін сақтай көр. Артында қалған ұрпақтарына, ағайын туыс бауырларына, жекжат жұраттарына, жақындарына, құда жекжат көрші қолаңдарына, ауылдастарына осы Алла Тағала өзің жақсылығыңды, игілігіңді нәсіп қылып, бүгінгі жасап жатқан ықылас ниеттерімізді, Алла Тағала айтып жатқан дұға тілектерімізді өз құзырында қабыл қыла көр. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан-нар. Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدير العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. الله أكبر. Aradan beri айтылып жатыр. Бәрін тыңдап жатырмыз. Оның бәрін қазір қайталамай қояйын. Мен де бұл жаққа алыс емеспін. Былайша айтқанда Құдай қосқан Құдайын алғандармен оның үстіне нәсіп болып осы дүниеден өткен менің Қосайын деген ағам бар. Мені інім қабылдап мына кеңестарға қауымның әкелді. Соғыстың басында Құран оқимын деп ниет етіп шыққан болатынмын мына демалыс күні. Сондықтан мына осы ұлы астың үстінен түсіп отырмын. Қысқаша айтқанда тарихы солай. Енді көп сөз айтып созбайын сіздерге. Мынау беріп жатқан нәзірлеріңіз қабыл болсын. Кеше ұлы бабамыздың басына барып бірінші Құран оқып келдік. Мынау осы кісіге де Құраннан басқа ештеңе керек жоқ. Мен барлықтарыңызды осы жерде отырған бала-шағаларыңыздың амандығын тілеймін. Көбейе беріңіздер. Малдарыңыз аман болсын, жандарыңыз аман болсын. Елімізге жақсылық келсін. Тілеймін, жақсылық болады иншалла. Мен оған сенемін. Мен сіздерді жақсы көремін. Мұнда енді Қытайдан келген әкелеріміз отыр осында. Сол кісіге берейін микрофонды. Енді үлкеніміз отыр ғой. Ол асты енді мен ұйымдастырғанмен сол кісілер атсалысып, сол ас жасағанбыз. Ары қарай жалғасып кетіп барады. Аллаға шүкір. Барлықтарыңыз аман есен болыңыздар. Сол сіздермен танысып, көріп отырмын, өте қуаныштамын. Сапарел аға, қаяқпыз? Оразалының жиендері отыр. Ешатанға ақпенімізді теңеп бердік. Ағаларымыздың барлығы сол аталардың қасына барды. Сол үшін сол оразалының ұрпағынан ескілермен сұхбаттасып тұрмын. Көп рахмет. Мынау біздің балалардың, бабалардың жасап жатқан бабалардың салт дәстүрін жаңарту. Әзірден кейін бұл тарихи нәрсе. Әзірден кейін мен ойлаймын, бұл қазақ ұлтының жаңғыру мәселесі деп білемін. Сондықтан жасап жатқан ұлан қайыр ісіміз іске ассын. Бабаларымыздың әруағын қолдасын, ұрпақтарымыз аман болсын. Осы істеген ісіміздің барлығын ұрпақтарымыз жаңа ұрпақтарымыз көріп, жаңа қазақтардың өсиетіне және пейіліне жазсын. Барлықтарымызға үлкен бақыт, үлкен рух, ата-бабаның рухы қолдасын деп тілеймін. Құрметті жиналған қауым, қош келдіңіздер. Бүгін мынау нағашы жұртымыз ата-бабамыздың аяқтан тиген жайлауы, қыстауы болған жер. Оқылған Құран хатымдар, дұға тілектер қабыл болсын. Сол жас адамдардың ұрпақтары сіздерге бес атамыз балалар жиналып отырмыз. Сіздерді көргенде бізге қуаныштымыз.
мына бала кезімізде кішкентай кезде көрген әжеміз Нұрсейіт атамыз үйдегі апамызды көріп қатты қуанып отырмыз. Сондай өнеге көрсетіп, әлі күнге сәлем салдырып, кейін ұрпаққа осының бәрі өнеге болсын. Біздің үйдегі әжеміз жаңағы өздеріңіз мына болыс оразалының ең соңғы тұяғы қызы, тікелей өзінің қызы біреу, анамыз бүйелі айтқан 2 жыл болды. Сол үшін ауылдан естіген көптеген әңгімелерді білеміз. Әттең айтып отырмыз, анамыз тірі болғанда қаншама тарихтың бетін ашып, сіздерді бір жылдар бір күзетіп. Атамыз оразалы Қытай жерінде ауып барып, сол жақта қалып бірде сол кісінің жүрген жерінде мектеп салынған, диірмен салынған, көп нәрсені біліп отырсақ, тарихтан сол аталарымыз қазір сіздер айтқандай металлар болып, анау қазақтың ағартушы ғалымдары, бөкейхандармен тікелей жаңағы байланыста болып, ұрпақтарын оқуға, білімге даярлаған екен. Тіпті мынау қазіргі кездегі қапез деп айтып жүрген анамның өзінің ауылынан естігенім, қапез ақынды писер дейді ғой, секретар, сол кездегі оразалы атамыздың кішкентай хатшысы болыпты. Сол кезде Алла сіздерге денсаулық берсін, ұрпақтарыңыз өсіп өссін, осындай бір жақсы Албан атаның балалары болып, 5 атаның ұрпақтары жақсы деген атаққа ие болып, тек қана тойда бас қоса ата-бабамыздың жатқан жері жайлы, топырақтан тоққа болсын. Осыны ұйымдастырып, басымызды қосып, шақырып жатқан атын атап түстемейік жандарға үлкен алғыс. Әрқашан ұрпақтары ата-бабасын ұмытпайды деген үміттемін. Кітаптар жазып жатыр. Болашақта біз солардың бәрін біріктіріп, үлкен кітап шығарамыз, Алла бұйыртса. Сондықтан тек қана осы ас берді деген жылқы сойып, одан кейін отырып, тек қана Құран бағыштау емес, онымен бірге осы рухани дүниеге де үлкен мән беріп ағайындар. Құдай елімізді аман ұстын. Мына беріп отырған, бәкетаға беріп отырған Құдай қабыл ұстын. Осы отырған барлықтарыңыздың өмірге өткен ата-бабаларымыздың бәріне Құдай иман берсін, жатқан жері жарық болсын. Қалғанда осы көптің бәрінің отбасы аман болсын, имандары өтіп болсын. Арызда Құдай жақсылықта жолығып, қастақанын басында жақсылықта жақсан болсын. Сонда Аллаға. Қымбатты достарымыз сөзге болсын. Көрісіп, қуанып, құдаларыма қуанып, өзім бір жақсы осындай бір жүректен көріп отырған жайым бар. Бәріңе жақсы тілеймін. Осында ендідегі алда осындай жақсы тойлар бола берсін. Соған текесін. Рахмет. Асқар жиналған Бәкетаның ұрпақтары, мен Бәкенің үлкен баласы Байбақжан Нұрбай деген анасының Назбек деген кісі ұсталған. Сіздерге күйеу боларым. Мына ас беріп жеткендеріңізге ұрпақтар рахмет. Дендеріңіз сау болсын, отбасы ошақтастарыңыз аман болсын. Өркендеріңіздер, өсіңіздер, еш жаманшылық болмасын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осылай тойда ғана бас қосыңыздар. Bugün бас қосып, атамыздың елі асын бері, асын ажырын беріп атырым. Асын ажырымыз қабыл болсын. Бақыт көшпелі, өмір өткелі, жас кетеді, жас көріне, жас біледі, адамларына адам біледі. Жастық шақ көшкенде кетеді, кәрілік көшкенде жетеді. Осыдан ел жаңырады, жұрт ауысады. Біздің ата-бабамыздың жері жаман еді. Zaman özgürdü, yer özgürdü, elin beri olsa kegen ama Tavus'un her adamlarında Pakistan'ın balası jür. Pakistan'da bayıcı hükümet tutaladı, onun balaşı arasında yerlerinde balalarında tutaladı. Onda bay degen söz, ürüniyetke karşı degen söz eken. Bay degen söz Kabakşa. Mağada, canada,
ішкі дүниесі де, сыртқы дүниесі де толық адамды бай дейді. Мәселен, қыздар ару десе, қазақта ең атақты әңгіме бай деген сөз. Бірақ адам бай екенін менің әкем апалар жағы сіздердің өз айындар өйткені қазір микрофонды қатты қойып қойсақ сіздердің құлақтарыңыз жанып жүреді. Сонымен ешкім естімей алады. Сол кішкентай ғана асқа енді жаңа апамыз айтты ғой, Яқпеміз айтты. Қапес атамыздың Стамбулға барғандығы, оған Оразалы атамыздың қандай үлкен азаматтық жасағаны. Одан кейін Қапес атекеміз Өшкөлге келіп, мынау орта меркіде Тоғызбұлақта қандай мектептер ашқандығы, олардың бәрі осы тарих, Жетісудың тарихындағы ең алғашқы мектептер ашқан үлкен жүректі азамат. Ендеше Қапес атамыздың бір керемет жақсы әндерін қазір Рамазанның орындауында қабыл алыңыздар ағайындар. Айтылып қалды. Мен енді сол атамыздың тарих қойнауынан құлақтан құлаққа жеткен әндері 4 әні қазір Қазақ даласында тараған үлкен оқу орындарында айтылып жатыр. Сол атамыздың Қапес салдың қоштасуы деген әні бар. Кезінде халық жауы болып айдап кеткенде халықтың жадында қалған шығарған әннің бірі екен. Çekenge aydaran her zaman
болатын болса, кей кезінде, сол кездердің өзінде осы көршілес жатқан екі елдің арасындағы сауданы дамытып, мәдени ағарту, рухани дүниенің барлығына үлкен үлес қосқан. Ендеше осы жерде Қали ағамыз отыр. Қали аға, қайда екенсіз? Қали аға. Ағайын жұрт, бауырлар, мына бұл атамыздың берген бағасына келмеген қадамдары. Мынау мен Бәкенің Мұрат баласына тараған ұрпақтармыз. Мен шөбері болып келем Бәкенге. Мен бәріңізге осындай келіп жағған ниеттеріңізге адамдарымыз жоқ, осындай тойда, осындай жақсылықта арбағында осындай кездескен жерде айта жүріңдер. Осындай Бәкенің ұрпағымыз әкелме. Қазірде 400 үйдей болып қойды, одан астықта. Аяқта 762 болған, ана жұртақ бергенде. 762 болған, қазір 400 үйден асты. Енді осындай жақсылықта ете кездесейік. Туған туыстар, бауырлар, аман болың, сондай кектерге жетіңдер. Сіздерге мына ұйымдастырған елестер. Сендерге көп рахмет. Осындай келешекте үйлеріне де өстіп, жол көрсетіп келіп өтсеңдер, сендерге көп рахмет. Осы ниеттерін қабыл болсын сұрағым. Өліп, өлмей тірі байымайды дейді. Өлгенді алып сында қырқылға. Жаңасы бар, ескісі бар. Осы тағам соларға тиересін. Өсіп, ұтын олғанын адамға көп рахмет сұрақтарым. Бәккен мінеки 96-ға келді. Kayıtlarga kuatı sürücülerinin hayratının arkasında. Gösterge böyle soğukluğu aman boyunda. Nerede o benim siz o. Olmayı hoş kanapı ederim siz o. Ayağım haydi çocuktu. Мына жерде жаңа Тельман кеше біз келгеннен кейін осы бүкіл барымыз барып сол жерге малымыз сойып, бүкіл жабдығымызды жасағанға қарамастан өзінің атамызға, әкесіне деген, атасыларына деген Тельман мен Жұбайына үлкен рахмет. Алла разы болсын. Енді Тельманның қасына Қалматайұлы Үсіпхан бауырымыз отыр екен. Үсіпхан қай жерде отыр екен? Құрметті жамағат, құрметті Бәкатамыздың ұрпақтары, бүгінгі мына беріп жатқан Бәкатамызға ас садақасына қабыл болсын. Осы атамыздың әруағын қолдап қорғап осы ұрпақтарына осы өмір, денсаулық, амандық берсін. Барлығымыз, осы баршамыз, осы бірлігіміз, ынтымағымыз ажырамай, бірге әр отбасымызға бір керемет Бәкатамыздың ұрпақтарына жағдай болып болсын. Осы келгендеріңіздің бәріңізге рахмет. Алла адамдарымызды сауаппен жазсын. Мына істеп жатқан балалар, келіндерге, бәріне
еңбектері енді осы Алладан қайтарсын бәрімізге рахмет. Енді осыдан былайда осы қорқалы тойына бәрімізге жолыққанымызға Алла нәсіп етсін. Қалайын, мына апалар, әжелер, пакет бір жайды болды ма? Oldu ya, bereketi, oy bereketi ne geldi. Yedi sorma betke, toy saatlik, az saatlik paketke degen söz var koyuldu. Sonuçta orna keltirdinizler, bereketi. Aslan kaçamadan köprek ağız kese sosyal soğuk oladı deydi. Енді Телман өзі сөзі аз, іс-қимылы көп, сондай үлкен ұзырат. Біздің өзіміз қатарласпыз. Сондықтан енді Телманға да мен өте үлкен ризашылығымызды білдіріп отырып. Енді бүгін ас қой, ас болғаннан кейін Рамазан ән айтып жатыр, апамыз ән айтып жатыр. Телманның атынан да бір ән болсын деп, мен бір Қарғаш деген әнді орындап берейін. Қалыңыздар. Енді бізге осындай қадыр-қананы беріп, осы бүкіл елдің руханиятына жарасын, өскен Құранның арнасын тіріге берекеттесін деп, осындай мешіттің өздеріңіз біліп отырса, Мұратбек әкеміз ол кісі бізге алыс емес, сол кісінің ұрпақтары отыр, ол кісінің ортасында барлығымен жақсы танитын едім. Екі адамыз ол ерлік болды, жатар-жарата болсын, бірақ та осы кісілердің ортасында жолынан Мағалайтын құрметті ағайын туыстар, мынау Албанның баласы, Сарының баласымыз, бәріміз бөтендігіміз жоқ. Мына Албанда ең бірінші би болған Сары, сол біздің әкелеріміз ғой. Сол момын адамның Құдай рызқы нәсібін кең жазған. Албан әкеміз қартайғанда жаңағы енші бергенде бізді мына Торайғырға еншілікке тастапты. Би болған адамдар қандай? Сонда ағайын туыс бір күні, ой, Сарылар не істеп жатыр екен, қара тасқа тастап кеттік. Ағайын туыстар іздеп барады екен. Іздеп барса жаңа көктемнің уағы дейді, сол март-апрель айы болу керек. Енді бұл үлкендерден естігеніміз, мына келешек артымыздағы ұрпақтардан, солар да жаңағы ұмытпай жүрсін деген әңгіме. Содан жаңа балалар алдынан біреу қозы бағым жүр дейді, біреу бұзау бағым жүр дейді. Мыналар мұздамай ма деп айтты дейді. Үйге барсам, есіктің алды барса шешелеріміз аттарын ұстар, әкелерін деп атын ұстатыпты. Атын ұстатып үйге кірген соң шешелеріміз дастарханды жайып жіберіп, құрт пен ірімшікті, айранды құйып жіберіпті. Сөйтсе отырған жаңағы қыстығы бар, бабасы бар, қызыл бөрігі бар. Ой, мыналардың үйінің айналасында шөп жоқ, іштеме жоқ, айран қаяқтан депті. Сөйтсе осы мал туды, міне содан айран үйтіп отырмыз деп, сөйтсе бармақтарын тістепті дейді. Момын елдің рызқы нәсібін кең жазғанды. Мынау ата-бабамызға енші боп тастаған Торайғырға 1000 қой бақсаң да, 10 000 қой бақсаң да, бір айыр шөп салмай, өріске айдайтын ауылдың момын елдің баласымыз. Құдай бол солға бізді Албаннан жаңа момындығымызды жазған. Енді бұл Сарының балаларының ішінде билікте болғаны бар. Жаңа Орасай әкеміз не айтып жатыр? Қазір міне Жанарбек Әшімжанов деген ініміз әлі билікте отыр. Ол да би, ол да сұлтан.
Endi akemiz sarıda aytkan eкен deydi үлкендөр. Менің ұрпақтарымнан жақсылар үзілмейді дейді. Сол кісілердің ниеттері қабыл болсын. Ниеттеріміз әр уақытта сондай кең болсын. Енді мынау кейде мына бізде де мына көрші ауылда Қызылбөрікте болған жездеміз отырып қылшаңқылар. Соған айтамыз, ей біз момын елміз. Қайсы албанның баласы жаңағы ас беріп, екі атаның жаңа қыз алысына жасады, айтшы маған деп қоямыз ана Ысқақбекке. Сондықтан біздің алдыңғы әкелеріміз, көз көргендер, ей мына екі атаға мына албанның жақсыларын, игі жақсы би сұлтандарын шақырып, Тоғызбұлақтың жотасына кәдімгідей 20 шақты үй тігіп, ас беріп, екі атаның неғылды. Ол біздің өскеніміз, өркендегеніміз, одан біздің неғылғанымыз. Қазақ жеті атасына дейін жеті атасын білген текті атаның ұрпағымыз. Сондықтан бізде жеті атаға дейін қысас болдың әсерімен кейінгі ата-бабаларымыз міне жеті атадан асқандарын қысалсында деп екі атаны ажыратып беріп кетті. Ал енді мына бүгінгі мынау беріп жатқан ас, мына беріп жатқан құдай тамақ, әкекемізде де, ол кісілерде тарихтағы ізі қалатын адамдар. Мына Қызылбөріктен Жекжат жылап екен. Жақын келіп отырса, ол кісілерде жақын келіп отырып алады екен. Олар мен Жекжаттан ұмытпайды ғой. Сонда дүниеде қайтып бара жатып айтыпты дейді. Мені мына жотаға қойыңдар, шегеріп алып қалсын балаларым деп. Сондықтан міне ол да бір тарихта қалатын әңгімелер. Сондықтан құрметті бауырларым, мына беріп жатқан тамақ, мынау атаға беріп жатқан не, бұл да біріңді бірің танып жүріңдер, біріңді жаңағы бір атаның ұрпақ екендеріңді біліп жүріңдер деп үлкендеріміздің айтып кеткен салт дәстүрі. Келешекте мына келіп жатқан біздің мына артымыздан ерескен балаларым осыны ары қарай жалғастырсын. Дастархандарыңыз жақсылыққа жайылсын, ата-бабаларымыздың аруағы қолдасын. Мына келген қадамдарыңызда әр уақытта нұр болсын. Бәріміз осында кең дастарханда жақсылықта жолығып жүрейік ағайын. Ата-бабамыздың әр уақытта мына ұрпақтар жалғастыра берсін. Әмселайын осындай да басып жиналып отырмаймыз. Сондықтан ниетіміз бір, тілегіміз бір. Енді қауланыңыздар бір ауыз. Екі ауыз қылсамыз, екі ауыз қылсамыз. Концерт қоямыз. Концерт. Базардан алып келген ақа
Осысын біраз тілегі, содан кейін ас ұйымдастырушылар біраз тілек айтады, содан кейін ас қайырып құрамға ұстаймыз. Аузубиллахиминашшайтаниррахим деген сөзі тұрған шайтандардан Аллаға сыйынамыз деген сөз екен. Бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөзіміз аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастайды деген сөзіміз екен. Бәріміз аман болайық. Алыстан келген, жақыннан келген, туыс, туған, жекжат, жүрат барлықтарыңыз аман болыңыздар. Bir жақсы машина мініп алдыңыздар. Бай адамсыздар. Менен басқалардың бәрі бай. Сондықтан мен кедей адамым не айтады екен тыңдап отырмын. Мына Естар ауылы деген ауыл бар мына төмен жақта. Қазір сөз сөйлеп тұрған. Жақта. Менің бір құрдасым бар еді мына жерде. Ben жаман кісі жақсы болады ғой бәрі. Bu жақсының кіртісінің арқасында. Сонда мен жаңаша ауылдың Батагөй жаман ақсақалы боламын. Кеген ауданның жаман шалы боламын. Түсініп алыңыздар. Бәріміз аман болайық. Мына байларға айтатыным менің. Нәсін айдап жүрген жақтым. Мерседеспен жүргендер. Оған айтатыным мына бір. Сапарың өң болсын, ораның тез болсын, қасқа жолдың бойында қызыр бабам тез болсын. Өзің жайлы жат енді жылы тез болсын. Кетілмесін, тұлпарыңды тұяқ, қайырылмасы сұңқарыңды тұяқ, қияқ. Барған жерді құшақ жая қарсасын. Жақсы адамдар, жайсаң жандар зияды. Алла жеңіп ұшқанымен жарысқан, көңіл шат ат көлігін армай, азаматтық көрісі абыроймен орындап, отбасымен әрқашанда менесен табысмыз. Қабыл болсын демекпіз ба? Болсын. Мағдайым оңдасын, оң жолға бастасын, жорытқанда жолың болсын. Жолдасы керістелер болсын. Жер үстінде қатерден жапар еме тапсырдым. Судан келер қатерден, сапардан қатерден жарат жар ем сақтай көр деп тапсырдым. Bir Allah özünüzge tapsırdım. Gayrı devlet versin, halka tadını ömür versin. Ötkünge iman versin, terge bereke versin. Yaşlarga kumur versin. Halkımızga birlik versin. Sırtından düşman girmesin, konunu orayı kırmesin. Konulmağa kuşluda kuşluda vermesin. Siliyetim Allah basırla, kumur olsun casınca. Evliyalar kolda versin, kadın orasını tasınca. Kadın bilgin ananın, kızının gördün balanın. Günün menisi düşmesin, kolda topat sarayının. Askak olup armanın arayla basıtanların. Maksatlarına geçiverinler, aman bolup mal canım. Elbette koy titrasında alayda, yürgüzücü yoldaşına tavsiye edelim, soğuk yakallık olarak. Kudret, bileğimiz kabiliyet, kökten kütken kukede aynalamız türlüydü. Ulu üstün, ulu kününde ak batamdı vereydi, ak batamdı vereydi ba? Vereydi. Ay sadayım, ben de gülüm olayım da. Ülkümdesin kömeği, koyancıda kut olsun, yaşlılığa cüp olsun. İsimde ongarıp koyga kuvat güç versin. Aynalayın el dürtüm eş çamadı görmesin. Hırsmen intibak otanığa törlesin. Koğunumuz kim olsun, kırda dönüm törlesin, ekken evin kovursun, kulun kozun köveysin. Erkin göçün bastağın, adamatlar aman olup engbekkeri gelirsin. Beybicilik kim olsun, yaşlıkları bir olsun. Aman bol paçamız, otanımız güldürsün. Kulak gözü aşısın, kökten şuvak şatasın. Koyancılık kısım olup, yaşlıkları bir olsun. Berekemiz asırsın, dileğimiz ak olsun. Koğunumuz çat olsun, aynalayın el tuttum, bozakıma bak olsun. Amin, benim atı bırakın bergen. Hakemlik atı Nurak'ın, dua dileklerimiz kabul olsun. Bugün olsun sizin çekenlerinizin savaba olsa demetken atabamızın her vaxtlarda tebersin amin Allah'a. Bizim Sırtlanbay Kaliya деген үлкен атамыз болды. Әкеміз болды. Ол кісі сонау қара суды тез ағызатын ілімі болды. Құрметті бүгінгі атқа жиналған қауым барлықтарыңызға ассалаумағалейкум деймін. Мына бүгін өлі разы болмай тірі байымайды дейді қазақта мақал. Енді бүгін ас беріліп, өткенді еске алып, құран бағыштап,
дұға жасап жатырмыз. Қабыл болсын оқылған дұға тілектер. Бала шаға аман болсын. Мына артта қалған осы Бәке атаң ұрпақтарына осындай асты дайындап, жеңгелеріміз бар, ағаларымыз бар, ұйымдастырып жатқандарына рахмет айтам. Басымыз аман, деніміз сау болсын, қайда жүрсек те аман болайық. Мына үлкен әжелеріміз, шешелеріміз аман болсын, әкелеріміз аман болсын. Тек қана тойда кездесейік. Бірақ өкіметтің өлшеп берген уақыты бар, алыс жағынан келген ағайын бар, олардың баратын жерлері бар демекші. Сондықтан енді Алланың өзі де рас, сөзі де рас дейді халқымыз. Сондықтан енді Молдекеңнің жаңа айтайын деп отырған уағызында сол нәрселер бар ғой деп ойлаймыз. Сізге үлкен рахмет. Енді қазір сіз Құран бағыштауға дайындап отырсаңыздар, мына жерде өзі Бәке ата ұрпағы ас ұйымдастырушылар деген шарт бар бізде. Күнде қып-қызыл енді майдан ғой, шынын айтайын, оның бар ғой. Оны сіздер естімеңіздер. Сіздер оны вообще берші бізде көрейік, естейік деп сіздер біреулеріңіз соның ана скриншотын алып қойып, ұндап жүрмеңіздер. Ол жерде бірақта жаңашылық жоқ, ол жерде тек қана осы ас қалай өтсе. Осы бір үлкен дүниеге қандай біз дайындалсақ, қандай осы елдің көңілінен шығатындай үлкен дүниеге өткізсек деген тілекпен күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан қалып, осы бір топ азаматтар үлкен еңбек жасады. Олардың әрқайсысы әр салада істеген еңбектері орасан зор. Сондықтан біреуді бөліп жарып айтып, екінші азырақ істеді, біреусі көбірек істеді деп айтпаймыз, бәрі істеді. Бұл аталарының әруағы үшін. Осы өздеріңіздің осы дәмге келіп, осы жерде шын мәнінде көптен көрмеген ағайындар қасиетті жалаңашқа келіп, бір-бірімізбен амандасып, бір-бірімізбен сұхбаттасып, осы бір кең далада, таза ауада, мынандай керемет жаңбырда, шіркін-ай деп, көңіл жүріп па деп, көңілденен жүріп па деп, сондай бір керемет жан руханиятыңыз ләззат алу үшін осы азаматтардың істеген еңбектері орасан зор. Сондықтан біз бәріміз айтпаймыз, ішімізде бір қыз, бір жігіт бір ауыз ниеттерін айтады, одан кейін ас қайырып, Құранға ұстаймыз. Ассалаумағалейкум. Бұл асты сіздердің жиған қаражаттарыңызға біз ұйымдастырып отырмыз ғой. Рахмет қаражат. Көбірек берсеңіздер, бұдан да үлкен ас атқарамыз. Бәрі дайын, опыт бар, жақсы. Ұнады ма сіздерге? Бірінші Алла разы болып, әруақтарға дастархан жайылып отыр ғой. Каспийді білесіздер, келесі асты бұдан жақсы қылып, Алматының может басқа жерден орналастырамыз. Бұл біздің қысқа нұсқа. Аман болайық, аман болыңдар. Астан асқа жете берейік. Қызы маған бәрі сөйлеңіз деп жатыр, мен жолына жүресіздер деп. Үлкен енелеріне рахмет. Сол кісілердің үлгісін ала отырып кеше дауылданып, шақырылып, өздеріңіздің елдеріңіздің мінезін көрсетіп, әйтеуір екі жылқыны орнына қойып жатырмыз. Сіздерге ұнаса болды, бес ұрпақты танытып отырған ұрпақ сабақтастығы дейді ғой, бұл үлкен тарихи шежіре. Былай қарап отырсаңыздар, біздің елімізде тіпті басқаша өтеді. Сондықтан түнгі 11 кезінде әбден шаршап болғаннан кейін бір айтып, сен қайын еденсің деп ер азаматтарымызды біз таныстырып ішіне кіргізіп жүрген. Сондықтан болашақта бұл бірінші бастамасы ғой. Әлі де үлкен тойларда кездесеміз деген ойдамыз. Үлкен астарда, үлкен тойларда кездесейік. Осы біз атамыздан тараған ұрпақтың үлкен сабақтастығы, ұрпақтың жалғастығы, қыз бен ұл бірін-бірі танып отырғанына мен өте қуаныштымын. Сіздердің баталарыңыз Алла тағала соларға үлкен жол, сара жол болсын. Рахмет, үлкен рахмет сіздерге. Уассалату уассаламу ала расулина Мұхаммадин ва ала алихи ва сахбихи ажмаин. Әуел әлемнің Раббысы, елдердің елшісі, рахымдардың рахымшысы болған, қиямет күнінің патшасы болған Аллаху субханаху тағалаға сансыз шүкірлер болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммедке Алланың игілігімен сәлемі болсын. Оның отбасына, сахабаларға артынан ізгілікпен, жақсылықпен ерген мынау үмметке істемізге Алланың сәлемі болсын. Баршамыздың мынау дүниеге келуімізге себепкер болған ата-аналарымызды Алла тағала біздерді қандай тәрбие беріп, мейірімге бөлеген болса, Алла ол кісілерді сондай мейірімге рахметіне бөлесін деп дұға қыламыз. Баршамыздың дұғамыз қабыл болсын. Құрметті жамағат, енді бұл ас Құдай тамақ дегеннен кейін
ешкім ашырген жоқ. Адам сыйласқаннан кейін сыйласқанның құлы дейді. Бір-бірімізді сыйлап алыстан ат беріледі. Сол Құданың көңілі үшін, ағайын туыстың көңілі үшін осы жерге ат басын тіреп отыр. Сол үшін менің бұл жердегі асқа келудегі мақсатым, жалпы қалғандарымыз білмеймін, жалпы өзімнің басым бұл жерге келгеннен кейін, діннің жауапкершілігін қолға алып жүргеннен кейін, осы діннен бір нәрсе біліп кетсе екен, маңдайын сәждеге қойып кетсе екен, Алладан жәннатты сұрап кетсе екен деп насихат айту үшін келдім. Сол үшін астың мақсаты бірінші рухани, ақыреттік, өзі айтқан, екі қолы жоқ, екі аяғы жоқ адамның қандай тірлік жасай алады? Ешқандай тірлік жасай алмайды. Олай болатын болса, кімнің дұғасының басында Аллаға мадақ, пайғамбарға салауат болмаса, ол адамның дұғасы осы себебі. Сол үшін құрметті жамағат, мынау қылып атқан ниеттеріміз, әркім өзінше бір үлес қосып жатыр. Осы үлеске, ниетке ат салысып жатқан сөздей, ақшалай, көмектей, қандай жәрдем беріп жатқан болса, Алла Тағала оларды қабыл етіп, сауабын сол дүниеден қайтқан барша ата-бабаларымызға жеткізсін. Екі дүниеде жүзімізді жарық қылсын. Құрметті жамағат, қазір біз сонау алыстан келдік, пәленше ұлтан шақырып, түгенше ұлтан шақырып, анау сыйласып, мынау сыйласып деп шақырып деп келіп жатыр. Алла бізді күніне 5 рет шақырып жатыр. Кім жауап беріп жатыр? 5 уақыт намазға тұрғанымыз өте аз, жұманы тәрк ететіндер өте көп, Құран оқи алатындар өте аз, Құран оқи алмайтындар өте аз бізде. Бірақ осы сөзіммен аяқтайын. Біз бен сіздің кеудемізден жанымыз шыққаннан кейін біз ешкім емеспіз. Мейлі кеудеңізде қаптаған медал болсын, астыңызда қанша тақ болсын, қолыңызда қанша кілт болсын, ақшаның кілті сейіт болған, ақшаның кілті боламан, ақша болған сейіттің кілті боламан. Не көрдіңіз ба? Біз дүниеден қайтқаннан кейін кеудемізден жан шыққанда сүйіп алған жаныңыз, жаным деген әкеңіз, балаңыз қасыңызға жатпайды. Қасыңызға жатпайды. Күйеуіңіз де жатпайды. Олай болатын болса, құрметті жамағат, бізбен ақыретте қабірге бірдей болатын ол намаз, оқыған Құран, берген садақа, жасаған, елге жасаған игі істеріміз. Олай болатын болса, жасаған істеріміз көп болсын. Алла Тағала иманымыздан айырмасын. Алла Тағала қабірімізді Құранның нұрымен, дұғаның нұрымен Алла Тағала қабірімізді нұрландырсын. Өзіміздің әрбір әке шешелерімізде дүниеде бар болсын, дүниеден қайтқан болсын. Я Алла, менің әке шешем мені қандай мейірімге бөлесе, сен де оны сондай мейірімге бөле деп дұға етуден ешқашанда жалықпайды. Өйткені олар бізді далалы болып кетсек те, шағалы болып кетсек те, жүректерінен дұғасынан тастамаған. Рахмет, Алла разы болсын. Өзім жақта үлкен кісілер дата беріп жатыр, сыйласқа айтып жүріңіз. Аттарыңа байлық құдалығынан тыныш болсын. Ағайын достарым бірлікте ынтымақты болайық. Амин. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. Ya Allah, осы оқылып жатқан Құранның сауабын сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламның рухына, оның отбасыларына, сахаба кәрімдерге, әхли табииндерге, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah деп дүниеде өткен барлық мұ'мин мұсылмандардың рухына бағышталып, арнайы осы дастархан басында отырған баршамыздың ата-бабаларымыздың туыс-туғандарының рухына бағыштадық. Арнайы осы бәке ата ұрпақтарына, дүние өткен аты өткен барлық ата-бабаларымыздың рухына бағыштадық. Ей Алла, ол кісілердің жаны жәннатта жатқан жайлы топырағын торқағыда көр, ей Алла. Иманын жолдастықта көр. İsa'nın cengilgiri koy, namın əməlin oң жағынан beri koy, tarazasın ağır koy koy. Ya Allah, осы оқылып жатқан Kur'an-ı Kerim kıyamet günü şefaatine bölüyor gör ya Allah. Elimizge amandıq, çurtumuzga tınıştık beri gör ya Allah. Осы bavurlarımızın otpasına tınıştık, kesiplerine bereket, dinlerine sağlık beri gör. Ya осы bavurlarımızga ağızbırşılık, ıntımak beri gör ya Allah. Her bir жақсылықта осында бас қосып, амандықта кезіп өзің нәсіп ете көр ya Allah. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minina yevme yakumul hisab bi rahmetike ya erhamer rahimin.